Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге алмадан жасалған компоттың рецептін көрсететін болам. Өте дәмді болып шықты. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен қарбызымыздың сыртын жақсылап жуып, сүртіп аламыз. Қарбызымызды екіге бөліп, жарты қарбызымызды компот қылып басатын боламыз. Бәрін бассаңыздар да болады. Мен жартысын ғана бастым. Осылай қарбызымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қарбызымызды бірнеше бөліктерге бөліп болғаннан кейін сыртынан бөліп алатын боламыз. Енді қарбызымызды блендердің ыдысына турап салып тартамыз. Қарбызымыздың барлығын осылай тартып, бір ыдысқа құйып аламыз. Міне біз қарбызымызды тартып болдық. Енді осыны сүзгіштен өткізіп алатын боламыз. Қарбызымыз ірімтік болмау үшін осылай сүзгіштен өткізіп бөліп аламыз. Міне біз сүзіп алдық. Енді таза ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне енді бір бас лимонымызды ортасынан бөліп, шоғын шығарып қосамыз. Бір лимонды толығымен қосамыз. Сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Қышқыл дәм береді. 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің соғымыз дайын болды. Енді осылай ұсынсаңыздар болады. Мен бұған су қосқан жоқпын. Сіздер су қоссаңыздар болады. Ондай қарбыздың дәмі болмағандықтан мен су қосқан жоқпын. Және де мята қоссаңыздар өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әсіресе балдарға ұнайтынына сенімдімін. Және менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.